Алло, үйге бірдеңе керек пе? Жолдам, келе жатырмын. Жоқ, ештеңе керек емес. Келе беріңіз. Онда жақсы, кешкі асты дайындап қоя ғой, қарным аш. Жарайды. Әкем мені сұрады ма? Әрине балам, сені сұрады. Әкең сені қатты жақсы көреді. Мен анық білемін, мені сұрамады. Егер сіз айтқандай жақсы көрсе, қанша уақыттан бері өтініп жүрген шахмат ойнауды үйретеді ғой. Маған шахматты кім үйреткенін білесіз бе? Досым Ахматтың әкесі. Мен Ахматтан әкең маған шахмат үйретсінші деп сұрадым. Ол келсін, үйретем де. Анашым, бір нәрсе айтайыншы. Ахматтың құшағы қайда? Мектептен келген сайын сені бауырыма басамын ғой, құлыным. Анашым, мен әкемнің құшағын қатты сағынамын. Оған тоймаймын. Әкең күні бойы жұмыс істеп шаршап келеді ғой. Білемін. Үйге керек жарақта келеді. Бірақ демалуға отырғанда телефон ұстап бітпеген жұмыстармен айналысады. Самирдің құшағы қайда? Әке, бірдеңе дедіңіз бе? Самирімнің құшағы қайда? Міне Самирдің құшағы. Кешкі ас дайын бол. Балаларыңызға қалай қарым-қатынас жасап жүргендеріңізге назар аударыңыз. Оларды өзге үйдегі жылулыққа қызықтырмаңыз. Ата-ана құшағының ыстығынан айырмаңыз. Өйткені бала үйден таппаған мейірімді көшеден іздейді. Ал көшенің тәрбиесі қандай екенін бәріміз білеміз. Оның ауыр бағасын өзіңіз төлеуіңіз мүмкін. Себебі сіз де балаңыздың ыстық құшағына мұқтажсыз. Самир мен оның әкесі хикаяда ғана емес. Ал перзент көрмей, бала иісіне зар болып жүргендер қаншама. Мейірім жоғалмай тұрғанда, балаларыңызды қанып құшақтаңыз, иіскеңіз, бауырыңызға басыңыз.